Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен восточный пирог рецептісімен бөлісемін. Пирог ерекше болып, өзінің әдемілігімен көзге түседі, дәмі ерекше, қамыры жұмсақ болып шығады. Алдымен ұнымызды електен өткізіп, оған бөлме температурасындағы майды қосамыз. Қолымызбен араластырамыз. Онымен майымыз бірігіп, кішкентай түйіршіктер пайда болуы керек. Міне бізде видеода көрсетілгендей түйіршіктер пайда болады. Енді қантымызды қосып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Кейін екі жұмыртқаны алып, ақ уызы мен сары уызын біріне-бірі ажыратамыз. Сары уызын қамырға, ақ уыздың салмасына пайдаланамыз. Ақ уызды салатын ыдыс міндетті түрде құрғақ, ешқандай су түйіршіктерсіз болуы керек. Сол кезде біздің ақ уызымыз формасын жақсы ұстап тұрады. Ақ уызды тоңазытқышқа салып, қаймақты қамырға қосамыз. Қаймақтың майлылығы 20%-дан кем болмауы керек. Ингредиенттердің барлығын қосып, бір-бірімен жақсылап араластырамыз. Кейін қамыр илеуге кірісеміз. Қамырды ұзақ илеудің қажеті жоқ. Сіздерде қамыр бір-бірімен бірігіп, өзінің формасын жақсы ұстайтындай болуы керек. Егер сіздерде қамыр бір-бірімен бірікпей жатқан болса, онда кішкене бір шай қасық қаймақтан қоссаңыздар болады. Міне бізде осындай қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа қоямыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Ақ уызымызды алып, миксермен немесе блендердің көмегімен жақсылап араластырып, оған қант қосамыз. Өзінің формасын ұстайтындай қалыпқа келтіреміз. Ақ уызды шайқаған кезде өзінің формасын ұстап тұратын болса, онда ақ уызымыз дайын болып есептеледі. Оны миксердің бенчиктарын көтерген кезде өзінің формасын ұстап, осылай ақпайтындай болуы керек. Ыдысымызды ары-бері шайқап төңкерген кезде ақпай формасын ұстап тұруы қажет. Дайын болған ақ уызымызға алдын ала турап дайындалған ингредиенттерді қосамыз. Сіздер салмасына кез келген заттарды пайдалансаңыздар болады. Мен грек жаңғағын, изюм, курага, миндаль және құрманы қостым. Бұл салмалар міндетті емес, сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген салманы пайдалансаңыздар болады. Салмасына арналған заттардың барлығын бір-бірімен қосып, жақсылап араластырамыз. Салмасына арналған заттарды тураған кезде қатты ұсақтап, не болмаса тіптен үлкен қылдырып тураудың қажеті жоқ, орташа көлемде кішірек қылдырып турасаңыздар болғаны. Кейін міндетті түрде табиғи бал қосамыз. Балы қосу себебіміз салмасы өзінің формасын ұстап, жақсы болып тұру үшін қажет. Барлығын жақсылап араластырып, бір-бірімен біріктіреміз. Мінекей салма бізде осындай болып шықты. Енді тоңазытқышта тұрған қамырды алып, оны екі бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігі сәл кішіректеу болуы керек, екінші бөлігін үлкендеу қылдырып қалдырамыз. Бұл жерде мен 26 см болатын диаметрлі форманы пайдаландым. Қамырды алып, формамызға дәл осылай қолымызбен немесе стаканның көмегімен жайып орналастырып шығамыз. Қамырдың шеттерін міндетті түрде көтереміз, себебі салмасы ағып кетпеуі керек. Мінекей қамыр дайын, оны формамызға жақсылап орналастырдық. Енді оның бетіне салмасын саламыз. Салманы қасықтың көмегімен біркелкі қылдырып, жақсылап жайғастырып шығамыз.
Салманы да жайғастырып болдық. Міне бізде осындай әдемі пирогтың основасы пайда болды. Енді бағана алынған қамырдың кішкене бөлігінен пирогымыздың беткі бөлігін жасауға кірісеміз. Қамырды оқтаудың көмегімен жайып, беткі бөлігін әсемдеуге кірісеміз. Қамырдың қалыңдығы қатты жұқа немесе қатты қалың болмауы керек, орташа болғаны жеткілікті. Енді осындай жолақтар жасап шығамыз. Жолақтардың барлығын пирогымыздың бетіне орналастырамыз. Жайылған қамырдың шеттері біркелкі болмай қалса, ештеңке етпейді. Оны біз видеода көрсетілгендей артық жерлерін алып тастап, кейін қалған қамырдан пирогтың шеттеріне міне мынадай косичкалар жасап орналастырып шығамыз. Егер сіздерде қамыр артылып қалған жағдай болса, ешқандай да қорқудың қажеті жоқ. Оны міне осылай пирогтың жан-жағын әсемдеп өрнектеуге қолдансаңыздар болады. Міне бізде пирог дайын. Енді оның бетіне жұмыртқаны жағып, қыздырылған пешімізге саламыз. Пешті міндетті түрде алдын ала қыздырып аламыз. Бұл пирогтың жақсы көтерілуі үшін қажет. Әркімде пеш әртүрлі болғандықтан сіздер градусын өздеріңіз есептеп қоссаңыздар болады. Міне бізде осындай әдемі пирог пайда болды. Пирогымыз сондай әдемі, нәзік, жұмсақ болып шықты. Өте дәмді, ерекше. Қонақ шақырсаңыздар міндетті түрде көзге түсетін пирогтардың қатарынан табылады. Міндетті түрде жасап, өздеріңіздің отбасыларыңызды, қонақтарыңызды қуантыңыздар. Бұл пирог тек қана дәмді болып қана қоймай, сонымен қатар денсаулыққа өте пайдалы. Гемоглобиніңізді көтеріп, денсаулығыңызды ретке келтіруге көмектеседі. Өте дәмді, тәтті, ерекше, нәзік болып шықты. Қамыры жұмсақ, ешқандай да қатты емес. Міндетті түрде дайындап, өздеріңіз көз жеткізіңіздер. Сіздерде міндетті түрде бірінші жасағаннан пирог сәтті шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.